Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Имам Беркауи рахмауллахтың Ат-Тариқатул Мухаммадия атты кітабын оқуды жалғастырамыз. Өткен Рамазанның алдында тоқтаған едік дәрістер. Соңғы дәрістерде Имам Беркауи рахмауллах тілдің апаттары жайында бастаған еді. Келесі Ал-Хади ашары 11-ші тілдің апаттары Ал-Фухшу, арсыз сөз қолдану. Айтады: "Ва хуа ат-та'иру 'анил умур al-mustahbaha bil 'ibara as-sariha wa yajri zalika fi alfaz al-wiqa' wa qada'i al-haja." Ол қандай? Яғни адам деген бір сөз сөйлеген кезде арсыз, ұятты әңгімелерді ашық түрде айту. Ол көбінесе жыныстық қатынас секілді, немесе кіші үлкен дәретке бару мәселесін айтқан кезде ашық түрде кәдімгі қалай бар солай айту. Бұл не болады? Арсыз тілдің апаттары болып есептеледі. Яғни барынша адам не істеу керек? Ауыспалы мағынаны қолданғаны жақсы болып есептеледі. Неге? Өйткені айтады: "Ва хаза макрухна инда адамил хаджа." Бұл мұқтаждық болмайтын болса, макрух болып есептеледі. Яғни өйтіп қолданбаған жақсы. Яғни ауыспалы мағынаны қолданған жақсы. Неге? Өйткені керек болса, мысалы Құранда да жыныстық қатынасты айтқан кезде, ер мен әйел жақындасу жайында айтқан кезде ауыспалы мағынаны қолданады. Мысалы, егер де не деп айтады? Ер мен әйелді қосылу мәселесін айтқан кезде, жаңағындай егін егетін жерлеріне жақындаған кезде деген секілді ауыспалы мағынаны қолданады. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадисінде сол ер мен әйелдің арасындағы мәселені түсіндірген кезде де тікелей кәдімгі ашық түрде жыныстық қатынасты сипаттамаған, ауыспалы мағынаны қолданған. Сондықтан да мұсылман адамда жалпы сол нәрсені айтқан кезде, немесе кіші үлкен дәрет жайында айтқан кезде сәл де болсын не ауыспалы мағынаны қолданған жақсы. Вал адабу ан юзкара бил киная. Сол себепті әдептен болады сол тақырыптарды айтқан кезде ауыспалы мағынада айту. Ауыспалы мағынада айту. Ва хуа дабу солихин. Және де бұл нәрсе, осы әдепті қолдану, осы әдепті сақтану, бұл салиқалы адамдардың жолы болып есептеледі деді. Имам Ибн Аби Дуния ва Абу Нуайм да келтіреді, Абдулла ибн Умардан келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деді: "Ал-джаннату харамун аля кулли фахишин ан ядхулаха" деді. Жәннат әрбір арсыз, ұятсыз адамдарға кіру арам болып есептеледі деді. Ондай адамдар жәннатқа кірмейді деді. Сондай ашық түрде кәдімгі арсыз, ұятты әңгімелерді ашық түрде айтатын адамдарға қатысты. Сондықтан да бұл не? Әдеп жағынан ұятты болып есептеледі. Яғни әсіресе көбінесе енді еркек адамдар немесе әйелдер өзара отырған кезде осы нәрсе кейде кетіп жатады. Соған мұсылман адам мән беруі керек. Бұл тілдің апаттары болып есептеледі. Одан кейін 12-ші ат-ту'ну ва та'ир. Ол нәрсе тілдің апаттарынан, яғни тілдің қателіктерінен, күнәлардан әрдайым бір нәрсе көрсе, естісе, әрдайым мін іздеу, кемшілік іздеп отыру. Мысалы айтады: "Қол Аллаху Та'аля", Алла Тағала айтты: "Ва ла талмизу анфусакум" деді. Бір-бірлерінің, яғни кемшіліктерінді іздемеңдер деді. Яғни бұл көбінесе сондай адамдар кейде не жаратылысынан болады. Бір әңгіме айтылса, біреудің бір нәрсесі айтылса, дереу бір жақсы сөз сөйлемейді, тек қана минусын іздеп бастайды. Немесе оны не деп айтады? Мысалы, вечно недовольный деп айтады ғой. Сондай адамдар. Яғни бір нәрсе айтса болды, қойшы, ол қай бір манағындай бір мықтылығынан дейсін деген секілді, әрдайым кез келген бір нәрсе айтылса, дереу одан кемшілік іздейді, мін іздеп отырады. Оған еш нәрсе жақпайды. Сол үшін де бұл нәрсе негізі тілдің апаттарынан. Мұсылман адам әрдайым жақсы ойда болу керек. Бір нәрсе айтылған кезде, ең болмағанда мұсылман бауырыңа қуанышыңды көрсету керексің да. Машалла, Алла Тағала береке берсін, Алла Тағала күш қуат берсін деген секілді нәрсе айтылу керек. Бірақ кейде болады бір адамдар, мысалы, не айтылса да, кім айтылса да, оны анық-қанығына жетпейді, қойшы, ол қай бір шынайы ниетпен жасады дейсің деген секілді не істейді? Әр нәрседен мін іздеп отырады. Бұл нәрсе тілдің апаттарынан. Имам Тирмизи жеткізеді, Муаз ибн Джабал радаллаху анхудан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деді: "Ман айяра ахаху би занбин лам ямут хатта я'малаху" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кімде-кім мұсылман бауырын, айыбын, күнәсін
айыптайтын болса, күнәді айыптайтын болса, сол күнәні өзі жасамайынша бұл дүниеден өтпейді деді. Демек, бұл жерде мән беру керек болған нәрсе, шариғат бізді жақсылыққа шақырып, жамантан қайтаруды бұйырады. Бір адам күнә жасаса, сен оны қайтару керексің. Екінші тараптан, сол күнәдан қайтарып жатқан кезде ниетін дұрыс болу керек. Мысалы, көптеген адамдардан естиміз, мысалы, біреуге жақсылыққа шақырады немесе күнәсіне қатысты тіл тигізеді, бір нәрсе айтады, сөйтіп сол күнәні алдағы уақытта көп ұзамай өзі жасағандығын мойнап жатады. Сол нәрсені кезінде мен айтып едім, субханалла, адамдар қалай жасайды екен, мына күнәні деген нәрсе кейде не болып жатады, адамның өзінің басына келіп жатады. Енді бұл нәрседен қалай құтылуға болады? Егер де сен біреуден мысалы бір күнәсін көрдің бе, оған насихат айтқан кезде ниетін дұрыс болу керек. Шынайы ниетпен, Алланың алдында шынайы ықыласпен, Алла үшін деп, және де бауырыңға шынымен де жанын ашып, сондай халде насихат айту керексің. Ал егер де біреудің бір күнәсін көрдің, енді жақсылыққа шақыру керексің ғой, ескерту керексің. Ол кезде насихат айтқан кезде ол адамды өзінен төмен санап, өзіңді жоғары санап айтатын болсан, міндетті түрде сол күнәні Алла Тағала өзіңе жасатып қояды. Сол күнәні жасамай дүниеден өтпейсің. Сондықтан да бұл өте маңызды. Қаншама адамдардан естіп жатамыз, кезінде осы нәрсені біреуге айтып едім, ескертіп едім, өзім басыма келді деген секілді нәрсе болып жатады. Адам өмірінде қайта-қайта кездесіп жатады. Сондықтан да бұл жерде адамның ниетіне байланысты. Келесі, әс-салис ашара ан-нияха. Оның үшінші тілдің апаты нияха деген нәрсе жоқтап жылау. Жоқтап жылау. Яғни адам дүниеден өткен кезде жоқтап дауысын көтеріп жылау мәселесі. Бұл да тілдің апаттарынан. Әлбетте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мысалы, немересі дүниеден өткен кезде көзінен жас шығып жылаған еді. Сонда сахабалар сұрады, я Расулалла, бұл не нәрсе деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, расында көздер жылайды, жүрек қайғырады деді. Бірақта да біз Алла разы болмайтын нәрсені айтпаймыз деді. Демек, жаңағындай біреу дүниеден өтетін болса, көзден жас шығу деген нәрсе, о да шариғат қайтармайды. Бірақта да жаңағындай жоқтау айтқан кезде Аллаға шағымдану. Я Алла, мен не істеп қойдым? Немесе я Алла Тағала, сен ондайын жоқ еді ғой, мені кімге қалдырдың деген секілді Аллаға наразылықты білдіретін сондай сөздерді айту, жоқтау болмайды. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Иснатани финнаси хума бихим куфрун деді. Екі нәрсе бар адамдардың арасында, ол күпірлік деді. Күпірлік дегенде бұл жерде шариғи термин емес, бұл нығметке шүкірсіздікті білдіретін екі нәрсе бар деді. Бірінші, ат-ту'ну фин-насаб, біреудің тегіне тиісу, тіл тигізу. Екінші, ва-нияхату алал-майт деді. Және егер де бір адам дүниеден өтетін болса, жоқтап айту. Бұл шүкірсіздіктің көрінісі болып есептеледі деді. Және ва-минху иттихазу та'ами ва-дияфа лил-майт, және де жоқтаудың қатарына не кіреді? Адам дүниеден өткен кезде соның мәйт шығарып жатқан үйден дастархан жаю, сол жерден тамақ ішу. Бұл нәрсе шариғат қайтарады. Әлбетте, адам мысалы, адам қайтты, одан кейін сол мәйттің атынан садақа ретінде, соған сауабын бағыштау ретінде міскіндерді тамақтандыру деген нәрсе проблема жоқ. Ал бірақ та адам қайтты, үйіндегі адамдар қайғырып жатқан кезде сол үйден барып дастарханды дәмету, бұл нәрсе адамгершілікке жатпайды, және шариғат ол нәрседен қайтарады. Өйткені қаншама адамдарды көріп жатамыз, мысалы әлеуметтік желіде де адамдар айтып жатады, сондай үйде мысалы туған анасы қайтты, үйде қайғырып сондай үлкен басымызға бәле келіп жатқан кезде адамдар келіп дастархан жаймаған ба деген секілді, дастархан жайса да тамаққа мін айтып кету деген нәрсе, бұл субханалла
ауыр нәрсе да. Қиыншылық, басына бір қайғы түсіп жатқан адамның үйінен келіп тамақты дәмету, бұл нәрсе шариғатқа қайшы келетін амал болып есептеледі. Сондықтан да ол нәрсе қайтарылған. Ал бірақ та мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұған қатысты бір сахабаның үйінде бір адам қайтқан кезде не деп айтты? Көршілеріне айтты: пәленше адамның үйіне тамақ дайындап алып барыңдар деді. Өйткені олардың үйінде қазір не нәрсе? Қайғы түсті, бастарына мұсибат түсті, сол үшінде оларға қазір не? Ол нәрсе алаңдатып қойды деді. Сондықтан да керісінше ол адамдардың жағдайын жасауға тырысу керек. Үйіне сондай бәле, бастарына қатты үлкен сынақ келіп жатқан кезде барып алып тамақты дәмету, дастарханды дәмету деген нәрсе бұл адамгершілікке жатпайды. Сондықтан да әдетте қалыптасып қалса да, бірақ та бұл нәрсе естеліну керек. Барынша мұсылман адам ол нәрсеге дұрыс көзқараспен қарауға тырысу керек. Имам Ахмад және де Ибн Маджа жеткізеді, Жарир ибн Абдилла радаллаху анхудан аннаху қол: «Күнна науд al-ijtiма' ila ahli al-mayti wa sun'atihim tu'ama min an-niyaha». Яғни біз егер де бір адам үйінен мәйт шығатын болса, яғни бір адам қайтатын болса, соның үйіне жиналып, сол үйден тамақ ішуді жоқтаудың қатарына кіргізетін едік деді. Яғни жоқтау айту шариғат тыйым салған секілді, соның үйіне барып тамақ ішуді де шариғат қайтарды, және сол нәрсені біз жоқтау айтудың үкімінде есептейтін едік деді. Сондықтан да бұл нәрсе не? Жалпы мұсылман адам мән беру керек болған нәрселерден. Келесі 14-ші тілдің апаттарынан әл-мирау, яғни тартысу. يعني أيتدا وهو الطعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ من جهة العربية أو في المعنى أو في قصد المتكلم بأن يقول هذا الكلام حق لكن ليس قصدك منه الحق. يعني таласу деген нәрсе, мысалы бір адамға келіп, не істейсің, айтып жатқан сөзіне, мағынасына, немесіне, ниетіне келіп тиісу. Мысалы сен бір нәрсе айтып жатсың, келіп алып біреуге тиісесің. Сен бір нәрсе айттың, жалпы сөзің дұрыс, бірақ та ниетің дұрыс емес деген секілді. Бірақ та min ghairi an yartabida bihi gharadan siwa tahqir al-ghayri wa izhari mizat al-qiyas wa hadha haram. Бірақ та ниетіне сол адамды кемсіту мақсатында. Біреуге тиісесің, бірақ ниетін соны масқаралау. Және де өзінің оның қасында артық екендігінді көрсету мақсатында болатын болса, ол харам болып есептеледі. Яғни біреумен таласасың, бірақ та ақиқатты жеткізу үшін емес. Ниетін егер де сол адамның бір масқарасын шығарайын, деңгейін түсіріп тастайын, немесе кейде болады, мысалы, орнына қойып тастайын деген мақсатта таласатын болсан, ол харам болып есептеледі. Өйткені ниетін дұрыс емес. Ниетін дұрыс емес. وَالَّذِي يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا سَمِعَ كَلَامًا إِنْ كَانَ حَقًّا يُصَدِّقُهُ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا وَلَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِأُمُورِ الدِّينِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ деді. Егер де, мысалы, бір адам сөйлеп жатыр, оның әңгімесі дүнияви мәселе болатын болса, дінге ешқандай қатысы болмайтын болса, егер де айтып жатқан сөзі шын болса, сен оны растайсың. Егер де айтып жатқан сөзі қате болса, егер де діни мәселе болмаса, үндемей қалған жақсы. Неге? Өйткені ол жерде қателессе де алып кететін бір пайда да зиян да жоқ. Және бұл нәрсе өте маңызды нәрсе. Мұсылмандардың арасында өте маңызды. Өйткені көптеген жамағаттың, бауырлардың арасында талас тартыс кейде болмайтын нәрсе үшін басталып, арадағы бауырмашылдық кетіп қалады. Көбінесе мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи кейін келтіреді, хадисте айтады, мысалы, кімде-кім өзінің дұрыс екендігін біле тұра, талас тартысты тастайтын болса, Алла Тағала оған жәннаттың бір орнын дайындайды деді. Ол қандай талас тартыс? Ақида мәселесі емес қой. Біреу келді, мысалы, Құдай жоқ деп жатыр. Машалла деп отыра бермейсің ғой сен. Пайғамбар саллаллаху алейхи жәннаттан бір үй береді деп айтты ғой деп. Ондай емес. Қандай мәселеде? Дүнияви нәрседе, дінге қатысы жоқ мәселеде. Дінге қатысты мәселеде сен әлбетте айту керексің. Егер де біреу келіп, мысалы, ақида мәселесінде, фих мәселесінде біреу келді айтты, мысалы, құптан намазы 3 ракат оқысам болады десе. Машалла мен көркем мінезді боламын деп отырмайсың ғой сен, үндемей. Айту керексің. Бірақ бұл қандай мәселеге қатысты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқаны дүнияви нәрсеге. Ол жерде ешқандай ешкімге пайда зиян жоқ. Мысалы, біреу келді айтты, мысалы, әңгіме барысында отырған кезде біреу айтты, қазір мысалы $1 құны 500 теңге деді. Бірақ сен біліп тұрсың, 5 минут тексердің, қарадың, 550 болып тұр екен.
не істейсің? Үндемей қалған жақсы. Келіп алып, жоқ сен қателесіп жатсың, дұрыстап қарамайсың ба, дұрыстап зерттемейсің ба деген секілді айқай-шу шығарғаннан не пайда ол жерден? Немесе біреу айтты, қазір мысалы далада ауа райы +10 деді. Сен біліп тұрсың +15. Ол жерде не істейсің сен? Ол жерде үндемей қалған жақсы. Қателесіп тұрған білсең де үндемеген жақсы. Неге? Өйткені ол жерден сен таласқаннан бір алып келетін пайда бар ма? Ешқандай пайда жоқ. Болмайтын нәрсе үшін не істейсің? Таласып, айқай-шу болады, арты жаңағындай бір-бірімен араласпай кету, сол нәрсеге алып барады. Ал көптеген бауырлардың араласпай қалуы, сөйлеспей қалуы, бір-біріне ренжіп қалуы деген секілді арадағы бауырмашылықтың суып қалуы сол нәрседен пайда болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, кімде-кім өзінің дұрыс екендігін біле тұра талас тартысты тастайтын болса, Алла тағала оған жәннаттан орын береді деді. Сол нәрсеге қатысты. Түсінікті ме? Ал енді айтады: "Валам якун мутақаллим би умри дин ан яскута анху" деді. "Ва ин кана мутааллиқан бима яджибу изхарул бутлан ва инкару ин раджа ал-қабул ли аннаху нахиун анил мункар". Ал егер де діни мәселе болатын болса, ол кезде сен айту керексің. Егер де бір адам мысалы діни мәселеде қате көзқарас айтып отыр, сенім мәселесі болсын, фих мәселесі болсын, қате көзқарас айтып отыр. Егер де сен оны тоқтатпайтын болсаң, ол қате көзқарас адамдардың арасында тарап кетуі мүмкін. Ол кезде не істейсің? Айту керексің. Бауырым, негізі дұрысырағы былай болу керек. Сен мына жерде қателесіп отырсың деп айту керек болады. Неге? Өйткені ол жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтаруды амал еткен болып есептелесін. Түсінікті ме? Сол үшін де діни мәселеге қатысты сен үндемей отыруға болмайды. Айту керексің, ескерту керексің. Немесе айту керексің: бауырым, мына жақта ұстаздар бар, білімді адамдар бар, соларға барып сөйлесіп көрсең, жақсылап зерттеп көрсең деп ескерту керек болады. Бұл керісінше сен адамды жақсылыққа шақырған болып есептелесің, немесе жамандықтан қайтарған болып есептелесің. Имам Термизи Абу Умама радаллаху анхудан келтіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты деді: "Ман таракал мира'a ва хува мубтилун буниya лаху байтун фи рабадил жанна" деді. Кімде-кім өзінің қате екендігін біле тұра талас тартысты тастайтын болса, оған жәннаттың шетінен үй салынады деді. "Ва ман таракаху ва хува мухиққун буниya лаху фи васатиха", ал кімде-кім өзінің ақиқатта екенін біліп тұр, бірақ талас тартысты тастайтын болса, оған жәннаттың ортасынан үй салынады деді. Жәннаттың ортасынан үй салынады. Және өзінің дұрыс екенін біле тұра дегенде манағы дүнияви мәселеге қатысты. Дүнияви мәселеге қатысты. Діни мәселеде емес. "Уаман хассана хулухуху буниya лаху фи а'лаха", ал кімде-кім мінезін, көркем мінезін көркейтетін болса, мінезін көркем мінезді қылатын болса, оған жәннаттың ең жоғары жерінен үй салынады деді. Оған жәннаттың орын беріледі деді, ең жоғарыдан беріледі деді. Имам Ибн Аби Дуния және де Имам Табарани, Имам Байхақи Умму Саламадан келтіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты деді: "Инна ауала ма ахида илайя рабби ва нахани анху бa'да ибадатил аусан ва шурбил хамри мулахату риджал" деді. Расында Алла тағала, пайғамбар саллаллаху айтып жатыр, Алла тағала менен пұттарға табынумен арақ ішуді харам екендігін білдіріп, оны тыйғаннан кейін, одан кейінгі ең алғашқы мені тыйған нәрсесі Алла тағаланың адамдардың арасында талас тартысуды тастау деді. Ең алғашқы Алла тағаланың мені қайтарған нәрсесі деді. Манағы пұттарға табынудан және де арақ ішуден қайтарғаннан кейін мені қайтарған нәрсесі, ең алғашқы нәрсе адамдардың, яғни адамдардың арасында отырып алып талас тартыс жүргізу деді. Сол нәрсені қайтарған еді деді. Келесі 15-ші мәселе әл-жидал, таласу, талас тартыс жасау. وهو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها فإن قصد تخجير الخصم وإظهار فضله فحرام деді. بل كفر عند البعض деді. Яғни талас тартыс деген кезде адам әрдайым бүкіл уақытын талас тартысқа жұмсау. Және де айналып келіп адамдармен отырып алып талас тартыс жасау. Және айтады, бұл қай кезде харам болады? Егер де ол өзін көзқарасын қорғайым деп, бірақ сонымен қатар жаман ниеттер қосылатын болса. Қандай? Екінші тараптағы адамды масқарасын шығарайыншы, өзінің абзал екендігін, білімді екендігін көрсетейінші деген ниет болатын болса, онда харам болады. Және кейбір ғалымдар ондай кезде адам кәпір болады деген. Неге? Өйткені осы кітаптың басында да ақида мәселесінде айтқан едік. Мысалы, бір адаммен таласып жатырсың. Және сол адамның аузынан бір көпірлік сөз шығарайыншы деп таласатын болсан да конца,
сен өзің кәпір боласың. Неге? Өйткені бізде ереже бар. Кім күпірлікке риза болатын болса, оның өзі кәпір болып кетеді. Яғни сол адам ауыздан күпірлік шықсыншы деп соған алып барсан, талас тартысты. Барынша тырысасың да, күпірлік сөз ауыздан шықсыншы деп до конца таласасың. Сөйтіп не істейсің? Өзің кәпір болып кетесің. Неге? Өйткені сен риза болыпсың, ол адам кәпір болса екен деп, разы болып тұрсың да күпірлікке. Керісінше өзің кәпір болып кетесің дейді. Сондықтан да ондай мақсат болмау керек. Таласқан кезде дұрыс ниетте болу керек. Имам Термизи Абу Умамадан келтіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям айтты деді: "Ма далла қаумун ба'да худа кану алейхи илля утул жидал" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, адамдар тура жолға түскеннен кейін, ол тура жолдан адасуының ең бірінші себебі талас тартысқа құмар болуы деді. Талас тартысқа құмар болуы. Және де келесі аятты оқыт деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ма дарабуху лака илля жадалан бал хум қаумун хасимун" деді. Яғни бұл кітап иелерге қатысты, олар пайғамбарларға келіп тек қана тартысу үшін ғана келетін еді дейді. Яғни ақиқатты бір қабылдайын, егер сені айтып жатқан нәрсе дұрыс болатын болса, саған ерейін емес, не еді? Оның ниеттері тек қана тартысайыншы деген сияқты. Айналып келіп бір тартыса беру, тартыстан бір қызық көруді, сол нәрсе еді деді. وإن قصد إظهار الحق وهو نادر فجائز بل مندوب إليه قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. Ал енді талас тартысқа түскен кезде ақиқатты көрсету үшін екінші тараптағы адамның көзқарасы қате, адамдардың арасынан тарап кетпесін, ақиқатты көрсетейін деген ниет болатын болса, ол рұқсат етіледі деді. Бірақ уахуа надир деп жатыр имам Беркауи, бірақ ондай ниетпен түсетін адамдар өте аз дейді. Өте аз дейді. Яғни шынайы ниетті дұрыстап біреумен таласып қалған кезде эмоцияға берілмей, шынайы ниетпен істеу, ниетті түзеп отыру, ол өте қиын нәрсе. Өте сирек кездеседі деді. Керісінше айтады, егер де шынымен де ниетін дұрыстаған болса, ол жақсы көрілген амал деді. Неге? Өйткені Құранда Алла Тағала айтты, адамдармен көркем түрде таласыңдар деді. Алла Тағала айтты: "Ваджадилхум биллати хия ахсан", көркем түрде әдеп сақтап, дауыс көтермей, сондай формада болатын болса, диспут деген мәселе, ол кезде керісінше жақсы болып есептеледі. Бірақ та имам Беркауи рахмаллаху айтып жатыр, ол нәрсе өте не сирек деді. Ондай ниетпен, таза түзеу ниетпен таласатын адамдар өте сирек деп жатыр. Келесі тілдің апаттарынан ас-садиса ашара, 16-шы ал-хусума, дауласу. وهي لجاج في كلام ليستوفي به مال أو حق مقصود وإن كان مبطلا أو خاصم بغير علم. Яғни, ол қандай болады? Біреудің мал дүниесіне, немесе қандай да бір ақыны қайтару үшін өзініңкі қате болса да айналып келіп таласа беру. Өзініңкі қате болса да қызық емес та, ең бастысы таласып жеңіп кетуді мақсаты. Немесе ілімсіз таласу. Ілім жоқ, ондай мәселеге, именно сол мәселеде ешқандай нәрсе зерттемеді, үйренбеді, бірақ та айналып келіп, не істейді? Таласқа түсе береді. Қазіргі кезде көріп жатырмыз, мысалы TikTok деген нәрсе сондай болып кетті. Талас тартыстың бір мекені болып кетті. Ол жерде айналып келіп, мұсылмандар шығып жатыр, бірақ та еш нәрсе үйренбеген, ешқандай ілім алмаған адамдар түседі. Сөйтіп, адасқандардың, немесе атеистердің, немесе тәңіршілерден несеп жатыр? Ілім болмағасын ұтылып қалып жатыр. Ал енді олардың ұтылып қалулары исламның ақиқат емес екендігін білдірмейді ғой. Не себепті болды? Олардың надандықтар себепті. Ілім алған жоқ, бірақ та не істейді? Намысына тиетін бір сөз айтатын болса, эмоцияға беріліп, тікелей эфирге кіріп кетеді. Сөйтіп ол өзінің де мұсылмандардың да намыстарын төгіп жатыр. Сондықтан да бұл нәрсе харам болып есептеледі. Ешқандай ілімсіз талас тартысқа түсу. Түсінікті ме? Сондықтан да ол нәрсе болмайды. Не істеу керек? Оны өз мамандарына беру керексің, тастау керексің. Өзінің мамандары, ұстаздар, білімді адамдар соған түсу керек. Ғалымдар шығу керекті. Сенде ілім жоқ па, сен қанша жерден намысыңа тиіп жатыр ма, сен үндемеу керексің. Ілімді адамдарға тастау керексің. Сен одан сұралмайсың қияметте. Неге шықпадың деп Алла сұрамайды сенен. Өйткені сенде ілім жоқ та, ілім жоқ. Саған ол нәрсе жүктелген жоқ. Сенің манағындай міндетіндегі нәрсе емес. Уайымдап бүйтіп қияметте не істеймін деген сияқты қалай жауап беремін деп, ол сенің міндетің емес. Ілім болмайтын болса. Сондықтан да білімді адамдарға тастау керек.
أو مزج بالخصومة كلمات مؤذية لا يحتاج إليها من نصرة الحجة وإظهار الحق أو كان الخصومة لقهر القسم وكسره فقط فحرام dedi. Немесе сондай дауласып жатқан кезде адам екінші тараптағы адамның намысына тиетін сөздерді қолдану. Ол нәрсе харам болып есептеледі. Өйткені ол жерде сенде мұқтаждық жоқ. Сен ақиқат үшін таласып жатқан кезде оның жекесіне өтіп, жеке тұлғасына, намысына өтіп, намысына тиетін сөздерді қолданып, келемеждеп кейде болып жатады ғой, мысалы көріп жатасың, мазақ қылып жатады. Ол нәрсе дауласу, таласудың әдептерінен емес негізі. Негізі диспут деген мәселе бар ғой, жүргізген өзінде де өзінің әдептері бар да. Адабул муназара деген нәрсе бар да, талас тартысының өзінің әдептері бар негізі. Дауыс көтермеу, мана біреу жауап беретін болса, ол нәрсеге күлмеу деген секілді, мазақ қылмау деген нәрсе бар. Ал бірақ кейде сондай болып жатады, кейде жекесіне өтіп жатады да. Адам деген өзінің көзқарасын ақиқатты қорғай алмай қалған кезде, ілім жетпей қалған кезде кейде жекесіне өтіп жатады. Ол кезде уже харам болып кетеді. Ондай нәрсе харам болып есептеледі. وَإِنْ خَلَتْ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَهُوَ نَادِرٌ فَجَائِزٌ деді. Ал бірақ та да, егер де осы айтылған харамдыққа шығарған нәрседен аулақ болатын болса, жекесіне өтпеу секілді, немесе ниеті деген оны масқарасын шығару деген нәрсе болмайтын болса, ол кезде жайыз рұқсат етіледі. وَلَكِنْ تَرْكُهُ أَوْلَى مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, бірақ та да өйтіп дауласқаннан көрі дауласпаған жақсырақ деді, егерде басқа да жолы болатын болса. Өйткені имам Бухари, имам Муслимде жеткізеді, Айша анамыздан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деді: "Инна абғада риджали илаллахи та'ала ал-аладдул хасн" деді. Расында Алла тағала үшін ең жек көрінішті адамдар қасарысып тартысқыш адамдар деді. Қасарысып келіп тартыса беретін адамдар Алла үшін жек көрінішті адамдар деді. Сондықтан да манағыдай айналып келіп талас тартысқа түсе беру, және де жаңа айтып кеттік, ниеті екінші тараптағы адамның масқарасын шығару, өзін көрсетіп қалу деген сияқты мақсатта болатын болса, ол кезде харам болып есептеледі деді. Келесі мәселеде бір мәселе қозғалады, оны мына кітаптың PDF бар, сол жерден қарап аласыздар. Әсәмин ашыра 18-ші ифша уссир. Ифша уссир деген яғни адамның құпиясын тарату, адамдарға жайып салу. Бір адам деген саған мысалы бір нәрсе айтпа деді, сен соны адамдарға жайып салу. Бұл тілдің апаттарынан харам болып есептеледі. Имам Абу Дауд жеткізеді, Жабир ибн Абдилла радиллаху анхудан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ал-маджалису бил амана илля саласа" деді. Үш нәрседен бөлек кез келген мәжіліс болды ма, отырыс болды, бауырлармен отырып, мысалы шай ішін, кофе ішін, сол жерде әңгіме жүрді. Барлығы дерлік уже аманат болып қалады саған. Еш жерге барып сен оны таратуға болмайды. Мәжіліс, яғни біреумен әңгіме болды ма, шайдың үстінде, кофенің үстінде әңгімелестің. Барлығы дерлік не болады? Аманат болып қалады. Ол саған айтпаса да. Илля саласа, тек қана үш кезде ғана рұқсат етіледі. Бірінші, сафку дами харам деді. Біреу сол отырыста айтып қалды: "Пәленше адамды өлтірейін деп жатырмын" деді. Сен не істейсің? Аманат, оны айтуға болмайды деп үндемей қалмайсың, айту керексің, ескерту керексің. Өйткені біреуге зиян тиейін деп жатыр. Пәленшені ұрып кету керек, бетіп кету керек деп план құрды. Айтып қалды саған шет жағасын. Сен не істейсің? Ескерту керексің. Өйткені ол жерде біреуге зиян тию немесе арам қанның төгілуіне себепкер болып қаласың. Сол үшін де айту керек болады. Ва фарджи харам, немесе біреу зина жасайын деп жатыр. Жоспарлап жатыр, пәленше қызды сөйлесіп жүрмін, бұйырса сондай нәрсе жасайын деп жатырмын деді. Сен не істейсің? Ескертесің. Немесе өзінің мысалы сол адамның әкесіне, ағасына, бауырларына не істейсің? Ескертіп тоқтату керек болады. Ва ихтитағу малин биғайри хақ, немесе біреудің мал дүниесін ұрлайын деп жатыр. Яғни біздегі мысалы қазіргі не дейді? Гоп-соп сияқты. Біреудің телефон тартып алу, біреудің бір нәрсесін тартып алу, машинасын ұрлап кету деген секілді. Сондай нәрсе ұйымдастырып жататын болса, сен не істейсің? Үндемей қалуға болмайды. Айту керексің, ескерту керек болады. Ол жерде жаңағындай, сен оның құпиясын жайып жібердің ғой деген нәрсе жүрмейді ол жерде. Ал бірақ осы үшеуінен бөлек басқа жерлерде не бар? Айтуға болмайды, әңгімесін таратуға болмайды. Имам Абу Дауд, имам Тирмизи, Жабир ибн Абдилла радиллаху анхудан келтіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деді:
Иза хаддаса раджулан би хадисин сумма илтафата фахуа амана деді. Егер де бір адамға бір әңгіме айтты, және әңгіме айтып жатқан кезде саған бір нәрсе айтайын деп жатқан кезде болады ғой, мысалы жан-жағына қарайды, мысалы ешкім жоқ па деген сияқты. Сөйтіп саған айтты. Немесе болады ғой, мысалы бір адам саған әңгіме айтып жатқан кезде бірінші жан-жағына қарап алады да жай дауыспен айтады. Соның өзі ол саған бауырым оны айтпай-ақ қой деп айтпай-ақ қойсын. Соның өзі аманат болып есептеледі. Бір адам дауысын жаймен деп саған бір нәрсе сыбырлады. Соның өзі оны басқаларға айтуына харам екендігіне дәлел болады. Ол саған айтпай-ақ қойсын, ешкімге айтпа деп айтқан жоқсың ғой деп сен оған айта алмайсың. Сен маған айтқан жоқсың ғой ешкімге айтпа деп, мен қайдан білейін деп жүрмейді. Оның қарапайым жаңағыдай көпшіліктің арасында отырған кезде жаймен деп құлағыңа бір нәрсе сыбырлады ма, немесе қарады, ешкім тыңдап тұрған жоқ па деп жаймен деп айналасына қарады. Соның өзі дәлел болады. Сен ол нәрсені басқаларға айтуға болмайтындығына, оның харам екендігіне дәлел болады. Ол айтпай-ақ қойсын, жаңағындай мен саған айтпа деп айтқан жоқпын ба деген сияқты, немесе сен маған айтқан жоқсың ғой ешкімге айтпа деп сен айта алмайсың ол нәрсені. Өйткені қарапайым соның өзі дәлел болады. Манағындай жай дауыспен айтуы соның өзі оған дәлел болып есептеледі. Сол секілді имам Муслим жеткізеді Абу Саид аль-Худри радиллаху анхудан: Инна мин шарри наси инда Аллахи та'аля манзилатан яумал қиямати ар-раджул яфди иля имраатихи ва тафди илейхи thumma яншуру ахадухума сирра сахибихи. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қиямет күні Алланың алдында ең сондай сорақы адам ер мен әйел, яғни ерлі зайыптылар, бір-бірімен қосылады. Қосылғаннан кейін еркек немесе әйел арада болған нәрсені басқаларға айтуы дейді. Яғни арада болған, яғни төсектегі әңгімені басқаларға жеткізу. Бұл қиямет күні ондай адам Алланың алдында ең сорақы, ең бейшара адамдардың қатарынан болып есептеледі. Болмайды. Ерлі зайыптың арасында болып жатқан нәрсе арада қалу керек. Ерлі зайыптың арасында болған нәрсе болмайды. Алла сақтасын, қазіргі заманда сондай жаңағындай әдеп емес, қарапайым не нәрсе, қарапайым сондай арсыз нәрсенің өзі, мысалы қыздар, әйелдер болып жиналып алатын болса, арада не болып жатыр, қалай болып жатыр, кімдікі қандай деген секілді барлығы емін-еркін айтыла беретін болған. Еркектер де солай отырып алып, жаңағындай қалай болды, не болды, қандай болды деген секілді барлығын айтып жатады, Алла сақтасын. Бұның барлығы харам болып есептеледі, тілдің апаттарынан. Керісінше еркек те әйел де арадағы нәрсені сақтау керек, өйткені ол нәрсені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтарған, және қиямет күні ондай адамдар Алланың алдында ең сорақы адамдар болып есептеледі деді. Бұл неке де болған кезде. Ал неке біткеннен кейін де тем более болмайды. Неге? Өйткені некеден кейін ол уже біреудің әйелі. Сен біреудің әйел жайында сырын ашуға болмайды. Немесе әйел еркек жайында. Өйткені ол біреудің күйеуі. Сенімен ажырасып кетсе де ол біреудің күйеуі болды. Сондықтан да ол нәрсе де болмайды. Сондықтан да жаңағындай адамның сыртынан ол қандай еді, қалай еді деген секілді сипаттап беру, Алла сақтасын, бұның барлығы арсыздық болып есептеледі. Енді айтады, мұндай ереже түсіндіріп кетеді имам Беркауи, айтады: "И'лам анна ма вақа'a ав қила фи мажлиси мимма якраху ифшауху ин лам юхалифи шар'a ялзамуху китмануху." Енді мұндай нәрсе, бір мәжілісте әңгіме болды. Мысалы, бірнеше адам отырып әңгіме айтты. Егер де сол әңгімедегі нәрсе шариғатқа қайшы болмаса, оны жасырып қалу міндет болады. Шариғатқа қайшы болмаса. وإن خالف فإن كان حق الله تعالى ولم يتعلق به حكم شرعي كالحد والتعزير فكذلك деді. Ал енді бір сол жерде әңгіме болды, күнәлі іс жайында болды. Және ол күнәлі іс тек қана Алланың ақысына қатысты. Бірақ адамдардың ақысы жоқ ол жерде. Және де шариғат оған жаза қойылған күнә болмайтын болса, оны да жасырып қалу керек болады. Мысалы, бір мәжілісте бір адам айтты. Мен деген, Алла сақтасын, мысалы қандай? Мысалы, бір харам етті жедім деді. Немесе харам болған, мысалы, шошқаның етін жеп жүрдім деп айтты. Харам ба? Харам. Бірақ шариғат оған бір жаза ретінде бір үкім бекітілді ме оған? Харам ет жеп қоятын болса, бекітілген жоқ. Ол нәрсе біреудің ақысына қатысты кіріп жатыр ма?
кіріп жатқан жоқ, ол өзімен шектеліп жатыр. Демек, ол нәрсе жаюдың қажеті жоқ. Немесе мысалы Алла сақтасын, біреу айтты, мен сондай ұятсыз бір видеолар қарап жүрдім деді. Айтып қалды мысалы, мойындады, сондай нәрсе жасап жүрдім деді. Ол нәрсе күнә ма? Күнә. Адамдардың ақысына кіріп жатыр ма? Кіріп жатқан жоқ, ол өзімен шектеліп жатыр және Алланың алдында күнәһар болып жатыр. Демек, оны да жаюға болмайды, адамдарға айтуға болмайды. Пәленше адам сөйтіп жүр екен деп айтуға болмайды, өйткені ол жерде ешқандай мұқтаждық жоқ. Ва ин тааллақа бихи фалакал хияр ва сатру афдал деді. Каззина ва шурбул хомр деді. Ал енді күнәлі іс Алланың алдында күнәһар және сонымен қатар шариғат оған бір жаза бекіткен бір іс болатын болса, күнә болса. Қандай? Мысалы, арақ ішу секілді. Немесе зина жасау. Шариғатта оған жаза бар. Дұрыс па? Жаза бар оған. Бірақ адамдарға қатысты бар ма? Ешқандай қатысы жоқ, ол өзімен күнәһар болып жатыр. Демек, ол жерде де адамда таңдау бар. Патшаға барып шағымданса болады, ол сөйтіп жүр екен депті. Бірақ жасырып қалған абзал деп жатыр. Мысалы, бір бауырым келді, айтты, мен зина жасап қойдым деді. Немесе мен арақ ішіп қойдым деді. Күнәһар және шариғатта жаза бар оған негізі, бекітілді. Бірақ сенде таңдау бар. Айтсам болады, шағымдансам болады, ол сөйтіп жүр деген сияқты, қоймай жүрді деген сияқты. Бірақ жасырып қалған абзал деп айтады. Жасырып қалған абзал. Яғни біреудің күнәсін ашпаған жақсы. وإن كان حق العبد فإن تعلق به ضرر لأحد أو حكم شرعي كالقصاص والتدمين فعليك الإعلام إن جهل وشهادة إن طلب. Ал енді бір күнәлар болады, біреудің ақысына кіріп жатыр біреу. Біреудің ақысына кіріп жатыр. Және де оған шариғат жаза бекітті. Мысалы, тадмин секілді, мысалы біреу келді, не істеді? Машинасын соғып кетті. Ешкім көрген жоқ, тек сен көрдің. Айтпай жүр ешкімге. Сол жерде не істейсің? Айтуға болады, айту керексің. Егер ол нәрсе ешкім білмейді, сен білесің тек қана. Біреу келді, біреудің машинасын соғып кетті, немесе ұрлап кетті, машинасын не істеді? Сатып жіберді. Бөлшектеп сатып жіберді. Ешкім білмейді, көрген жоқ. Адамдар іздеп жүр. Мысалы, манағыдай сот іздеп жатыр, ешкім таба алмай жатыр, бірақ ол саған келіп айтып тұрды. Біреудің ақысына кірді ғой, біреуге зиян тигізді. Не істейсің? Айту керек болады. Егер де ешкім білмейтін болса, және де куәгер ретінде сені шақыратын болса, басқа ешкім жоқ та куәгер ретінде, сен не істейсің? Бару міндетті болады. Міндетті болады. Ол жерде манағындай көшенің темасы жүрмейді. Манағындай не? Сатқын деген секілді, манағындай мені айтып қойды, сатып берді деген секілді, ол западло деген, стукач деген секілді западло деген нәрсе жүрмейді. Ол жерде адамның ақысы барды. Біреудің ақысына кіріп жатыр, зұлымдық қылды. Ол адамға үкім жүру керек, шара қолдану керек. Өйткені айналып келіп оның зияны бір күні саған немесе бала шағаңға тиеді. Сондықтан да тоқтату керек. Біреуді, мысалы, біреу өлтіріп қойды, мысалы, жасырып жүр. Саған келіп айтты, мен пәленше адам өлтіріп қойдым деді. Не істейсің? Жасырып жүресің бе? Айту керексің. Өйткені ол айналып келіп, ол сен баланы өлтіріп қою мүмкін, саған да зиян тиюі мүмкін. Сол үшін де, егер ешкім білмейтін болса, іздеу жарияланып жатыр, ешкім білмейді. Ол кезде не істейсің? Айту керек болады. Ал егер де ва иллафа аль-катму деді, ал егер, мысалы, бәрі білет ол адамның не істегендігін, және куәгер ретінде адамдар жеткілікті, ол кезде сен барып келіп соны айту керек емес. Ол жерде керек болмайды. Өйткені ол итакта бәрі біледі, барлығы жарияланды, ізденіп жатыр, біліп тұр бәрі, және куәгерлер жеткілікті. Камераға түсті, басқа көрді, басқа да адамдар көрді, саған қарап қалған жоқ ол жердегі мәселе. Ол кезде проблема жоқ, ол жерде үндемей қалатын болса проблема жоқ. Ал бірақ манағындай болатын болса, адамдар талап етіп жатыр, іздеп жатыр, білмейді қайда екендігін, кім екендігін білмейді, сен куәгер болып қалдың тек қана. Ол кезде уже не істеу керексің? Айту керек, ол күнәні тоқтату керек болады. Өйткені ол жерде тек қана Алланың ақысы емес, ол жерде адамдардың ақысы бар. Адамдардың ақысы бар. Келесі 19-шы аль-хауду фил батил, күнәні жариялау, күнәні айту. Яғни бір күнә жасалынды, кейін соны ашық түрде айту күнә болып есептеледі, тілдің апаттарынан. وهو الكلام في المعاصي كالحكايات مجالس الخمر والزنا والزواني من غير أن يتعلق به غرض صحيح وهذا حرام деді. Яғни қандай мысалы адам не істейді? Алла сақтасын, кейде отырып алып
пәленше қызбен бүйттім, пәленше жерде бүйтіп жасадық деген секілді, пәленше қызды алдап кеттім, бүйттім, сөйттім деген секілді, Алла сақтасын, зина секілді, немесе кезінде бүйтіп іштік қой, сөйттік қой деген нәрсе, Алла сақтасын, бұның барлығы харам болып есептеледі, тілдің апаттарынан. Яғни кезінде мындай күнә жасап едік деген секілді мәз болып айтып отыру, бұның өзі күнә болып есептеледі. Күнә жасадың ба, адам не істеу керек? Тәубе ету керек, Алладан кешірім сұрау керек. Ал тәубе еткен адам, күнәсіне өкінетін адам, оны мәз болып айтып отырмайды. Күнә жасаған адам тәубе еткен кезде жүрегінде өкініш болады. Ал өкінген адам келіп алып, ыржын-тыржын жасаған күнәсін айтып отырмайды. Кезінде пәленшені өлтірдік қой, немесе манағандай зинан жасадық қой деген секілді, кезінде не ішпедік, не істемедік деген секілді өйтіп отырып алып айтып отыру харам болып есептеледі. Мұсылман адам ондай нәрсе айтпайды. Керісінше, қателік болса болған шығар, адам пенде болғасын қателеседі, намазға дейін, дінге келгенге дейін қате жасау мүмкін, бірақ сол күйінде қалу керек. Өкіндің бе, шынымен де ол нәрсені айтты. Екінші рет қайтадан айтатын болсан, ол күнәдан бөлек тағы да күнә жазылады. Сен оған күнә жасадың, күнә арқаладың, келіп алып тағы да ол нәрсені айтып отыруын күнә болып есептеледі. Неге? Ли'аннаху изхару ма'асияти нафсихи ау гайрихи мин гайри хажа. Өйткені ол жерде өзінің күнәнді немесе біреудің күнәсін ешқандай мұқтаждықсыз ашып беру болып есептеледі. Неге мұқтаждықсыз? Егер де соттың алдына барып талап етілсе, ол кезде айтасың. Ал бірақта да ешқандай қажетсіз айту бұл нәрсе болмайды. Сондықтан да келіп алып біреудің манағындай күнәсін ашу немесе өзінің кезінде жасаған күнәнді мәз болып айтып отыру харам болып есептеледі. Өйткені Ибн Аби Дуня және де имам Табарани келтіреді Ибн Масғуд радиллаху анхудан: «Аъзамун наси хатая яумал қиямати аксарухум хаудан фил батил». Қиямет күні ең күнәсі көп адамдар күнәларын әңгіме қылып айтатындар деді. Ең күнәсі көп болатын қияметтегі адамдар, олар күнәларын ашық түрде айтып жүрген адамдар деді. Отыр ол кезінде бүйттім, кезінде сөйттім деген секілді, басқа әңгіме таппаған секілді отырып алып бұрынғы жасаған қателіктерін айтып отыру. Бұл нәрсе болмайды, күнәні айтып отыру болмайды. Келесі 20-шы тілдің апаттарынан уақыт бар ма? Бұл суалул мали вал манфаа ад-дунявия мимман ла хаққа лаху фихи, яғни ешқандай мұқтаждықсыз қайыр сұрау. Мұқтаждықсыз қайыр сұрау, қол жаю, біреуден көмек сұрау. Бұл тілдің апаттарынан болып есептеледі, қай кезде егерде мұқтаждық болмайтын болса. Ва хуа харамун илля инда дарура, бұл харам болып есептеледі, тек қана зәру жағдайда ғана рұқсат етіледі. Зәру жағдайдың қазір көлемін келтіріп кетеді. Сондықтан да қазіргі кездегі қайыр сұрайтындар, немесе статустарға сбор жасайтындар деген секілді, соның нестейді үкімін бізге баяндап береді. Имам Бухари және де имам Муслим келтіреді, Ибн Умар радиллаху анхумадан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: «Ла тузалул мас'алату би ахадикум хатта ялқа Аллаха ва лейса фи вajhihi миз'ату лахм» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қиямет күні бұл дүниеде қайыр сұраған адамдар қиямет күні Алланың алдына барғанда бетінде ешқандай бір тілім ет болсын болмайды деді. Қайта-қайта сұрау арқылы бетіндегі еті кетеді деді. Бетіндегі еті қалмайды деді. Сондай Алланың алдында қор болған халде тұрады деді. Бұл дүниеде қайыр сұрауды әдетке айналдырған адам. Имам Табарани Али радиллаху анхудан келтіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: «Ман са'ала мас'алатан ан захри айна истаксара биха мин радфи джаханнам» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кімде-кім жағдайы бола тұра қайыр сұрайтын болса, қол жаятын болса, расында ол тозақтағы ыссы тастарын азабын көбейткен болып есептеледі деді. Сонда сахабалар сұрайды: «Уама захру айна», яғни бай болу деген қандай деңгейде деп сұрағанда, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Аша улейла» деді. Бір күндік дейікші. Яғни бұл жерде аша улейла деген, яғни кешкі тамағы бола тұра дейді. Яғни бір күндік тамағын бар бола тұра қайыр сұрайтын болсан, ол саған харам болып есептеледі. Бір күндік жететін тамағын бар, халдеңте тамақтар тұр, бір күнге жетеді.
ішетін сусының, тамағын бәрі тұр холдингте, аш өлмейсің бір күнге. Сөйте тұра адам қайыр сұрайтын болса, садақа сұрайтын болса, ол садақасы оған харам болып есептеледі. Егер осы өлшемге салатын болсақ, көптеген адамдардың сұрап жүрген қайыр садақасы олар үшін харам болып есептеледі. Харам болып есептеледі. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, бір күндік тамақ, бір күндік деген жоқ, тек қана аша улейла, кешкі тамақ деп жатыр да. Яғни бір мезгіл ішетін тамағы болатын болса, ол адамға қайыр сұрау, қол жаю, ақша сұрау, немесе збор ашу деген секілді, ол адам үшін арам болып есептеледі. Арам тамақ, арам ақша болып есептеледі ол адамға. Ол адамға арам ақша болып есептеледі. Сондықтан ол нәрсе болмайды. Имам Термизи жеткізеді, Хубиши ибн Джунададан келтіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді. Инна садақата ла тахилу ли ғина деді. Расында бай адам үшін садақа адал емес деді. Арам болады деді. Бай адам үшін, жағдай бар адам үшін ақша сұрау, садақа тілеу, қол жаю арам болып есептеледі деді. Валализи мирратин сауийин, немесе жұмыс жасай алатын, денсаулығы бар, ақша таба алады. Сондай адамға да қайыр сұрау харам болады деді. Оған қайыр сұраған, содан тапқан ақшасы арам болып есептеледі, адал болмайды деді. Ла тахилу илази фақрин мудқи ау ғарамин муфзи ау дамин мужи деді. Тек қана кімдерге рұқсат етіледі? Сондай қатты бір кедей болатын болса, мана айтып кетті. Бір күндік тамағы да жоқ. Сондай кедей болса, оған рұқсат етіледі. Шариғат рұқсат етеді. Көшеге шығып қайыр сұрасам болады. Қандай? Бір күндік тамағы жоқ та, мүлдем тамағы жоқ, жағдай жоқ. Сондай деңгейде кедей болса. Немесе қарызға кіріп кетті, шыға алмай жүр. Мүлдем жағдай жоқ, қарыздан шығатын. Сондай адамға және де аудаумын мужах деді. Әлбетте бұл деген бұрынғы заманда біреуді байқамай өлтіріп қойды, оған не істеді? Сот бойынша оған бірнеше түйе, мысалы 100 түйе, бір адамды қателесіп өлтіріп қоятын болса, 100 түйе жүктелді. Одан қайтара алмай жүр, жағдай жоқ. Манағы өлтіріп қойған адамның иелері, ағайындары қайта талап етіп жүр. Сол кезде болады деді. وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُشُومًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ал кім мал дүниесі бар, соның үстіне тағы да ақшаны көбейту үшін қайыр сұрайтын болса адамдардан, расында ол бетіндегі еттерін тіліп тастаған секілді қиямет күні бетінде ешқандай, мана айтып кеткенде, хадисте айтып кетті, еті болмаған халде, масқара болған халде Алланың алдында тұрады деді. Варидфан якулуху мин жаханнам, және де кім сол қайыр сұрауды тоқтатпайтын болса, ақшасы бар бола тұра. Адамдардан қайыр сұрай береді, бар ғой мысалы. Дымға жетпейді деп алдай беретіндер бар ғой мысалы, ақшасы жоқ депті. Бірақ ақшасы бар да, бірақ жаңағындай бір жерге сақтап қояды, пәленше жерге сақтап қояды, бірақ та күнделікті қолданатын счетында тұрғызбайды да мысалы. Келіп алып алдайды, мысалы ақша жетпейді деген секілді алдай береді. Бірақ келіп алып сөйтіп манағыдай адамдардың эмоциясымен ақша тауып жүреді. Өйткені адамдар жаны ашып кетіп, сөйтіп ақша береді, садақа береді, мысалы көмек болсын деп береді. Бірақ одан не? Ана жақта ақшасы бар. Сөйтіп кімде-кім сөйтіп істейтін болса, не істейді деді? Бетіндегі еті жұқарады, қиямет күні қор болған халде Алланың алдында тұрады, және де тозақтың отынның, тастарының азабын өзіне көбейткен болады деді. Фаман шаа фальюқил ва ман шаа фальюксир. Қаласа адам қайыр сұрауын көбейтсін, сөйтіп тозақтағы азабында көбейтеді деді. Қаласа адам азайтсын, сөйтіп қияметтегі азабында азайтқан болып есептеледі деді. Енді айтады. Және де бұл жерде сұраған кезде де тек қана мал дүниеге қатысты емес деді. Сұраған кезде де не нәрсе? Қарапайым адамнан көмек сұраудың өзі де кіреді деді. Көмек сұраудың өзі. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакрге де, Абу Зарға да, Саубанға да радаллаху анхумға айтты: "Ла тасалана ахадан шай'ан ва ин сақата саутука" деді. Яғни сенің жаңағы аттың үстінде, жылқының үстінде отсын, жерге қамшын түсіп қалса да, біреуге барып, біреуге айтпа дейді, алып бер жүрсін деп. Үйтіп айтпа деді. Біреуге қор болма мақсатында. Яғни өзінің мұқтаждығыңды өзің атқар. Біреуге жалына берме, жалбарына берме.
Неге? Өйткені ол нәрсе сені не істейді? Абыройыңды түсіреді. Біреудің алдында қайта бүйтіп жүре қойш, бүйтіп істеп жүре қойш деген секілді нәрсе адамның абыройын түсіреді. Сондықтан да ол нәрсені де жасама деді. Және айтты, бұдан кейін жаңағы сахабалар өмірінде мүлдем жасамаған деді, ешқашан көмек сұрамаған деді. Бұдан кейін жаңағы сахабалар керек болса, жылқының үстінде отырса да, жерге қамшы түсіп кететін болса, қасында адам тұрса да, бірақ өздері түсіп алатын еді деді. Неге? Өйткені мұсылман адам абыройын сақтау керек. Абырой деген нәрсе бұл шарапатты, қасиетті нәрсе. Мұсылман адам сол нәрсеге не істеу керек? Еңбек ету керек. Абыройынды түсіретін болмайтын нәрсе үшін абыройынды түсіруге болмайды. Біреуге қайта жалына беру, өтіне беру деген нәрсе мұсылманға жарасатын бұл іс емес. Және де айтады, мысалы, мынандай нәрсе айтады. Балаларды, кішкентай баланы жұмсау мәселесі. Айттық, біреуге қызмет, көмек көрсету үшін жалбарынба деді. Бірақ та, мысалы, үйде кішкентай балам бар. Үйде балам бар. Соны тәрбиелеу мақсатында үлкенге құрмет көрсететін бала болып шықсын. Немесе үлкенді құрметтейтін, немесе басқаларға пайдасын тигізетін, басқаларға бір қызмет қылатын адам шықсын деп тәрбиелеу мақсатында болатын болса, ол керісінше рұқсат нәрсе деді. Мысалы, кішкентай баланы кейде болады, мысалы, ешқандай тәрбие көрмеген баламен кейде тәрбие көрген баланы көретін болсан, кәдімгідей не істейді? Бір ішін жылып қалады да, кәдімгідей көретін болсан. Жаңағындай үлкен кісінің алдында келатқан кезде орнынан тұрып қызмет көрсететін болса, мысалы, сыртқа шығып бара жатқан кезде аяқ киімін алып беру деген секілді, яғни бір нәрсеге жұмсаған кезде барып келетін болса, ол керісінше жақсы нәрсе. Керісінше сол нәрсеге баланы тәрбиелеу керек, сондай мақсатта ғана. Бұлай қараптан қарап жұмсай беруге болмайды. Бірақ та тәрбиелеу мақсатында, егерде мен саған үйретпесем кім үйретеді деп, ата-ананың міндетін орындау мақсатында, баланы тәрбиелеу мақсатында жұмсайтын болсан, барып кел, шауып келге, ол нәрсе керісінше жақсы нәрсе. Өйткені ол нәрсені сен үйретпесен, оны басқа кім үйретеді. Енді имам Беркауи рахмаллах айтады: "Ад-дарурatu аллати тубиху суал". Қайыр сұрау қай кезде рұқсат етіледі? Зару жағдай қай кезде? "Ан ла яқдиру алал касби лил маради ау ид-ду'фи ва ла якуна иннаху қуту яум" деді. Шарт қояды. Қандай? Науқассың, аурусын. Бір ауру келді, орнынан тұра алмайсың, кәсіп ете алмайсың. Және немесе әлсіреп қалдың, төсек тартып қалдың. Жұмыс жасайын десен, ақша табайын десен, мүлдем мүмкіндігін жоқ. Сонымен қатар екінші шарты қандай? Үйінде бір күнге жететін тамағың болмайтын болса. Бұдан шығатын нәрсе, үйінде бір күнге жететін тамағың бар ма? Қайыр сұрап біреуге қол жаюын харам болып есептеледі. Сөйтіп тапқан малын арам болып есептеледі саған. Керек болса ауру бол, бірақ та үйінде тамақ бар ма? Сен не істей алмайсың? Қайыр сұрай алмайсың. Ол кезде саған қайыр сұрап тапқан ақшан арам болып есептеледі. Сондықтан да бұл нәрсе кез келген мұсылманға және де бала шағаны тәрбиелеген кезде де біреуге қол жаймайтын, сондай намысты ұрпақ тәрбиелеуіміз керек, сол нәрсені үйретуіміз керек. Мұсылман адам еңбек жасауға, әрекет жасауға, сол нәрсеге не істеуіміз керек? Үйретуіміз керек. Енді айтады: "Васуал садақа ва зака сава" деді. Яғни садақа сұрау, зекет сұрау деген секілді, сен зекет беретін уақытың болған жоқ па, маған беріп қойшы деген секілді, ол нәрсені өзі де соған кіреді деді. "Би хилафи суали хаққихи мин ад-дайни ау мин байтил мали ли масрифихи". Ал бірақ та жаңағындай біреудің мысалы біреуде сенің қарызың бар. Біреу саған қайтармай жүр. Одан өзінің қарызында қайтару үшін қайта сұрайтын болсан, оның қатарына кірмейді. Өйткені сен өзінің ақынды сұрап жатсың. Немесе майтул мал деген, яғни байтул мал деген нәрсе бұл қазына. Мемлекеттің қазынасы, сен соның категорияға кіріп тұрсын, ақша алатын. Егер соның қатарына кіретін болсан, сен мемлекетке барып, маған деген осындай ақша бөліну керек екен деп қайта барып сұрайтын болсан, ол манағы қайыр сұраған қатарына кірмейді. Егерде шынымен де сен соның қатарына кіретін болсан. Ал бірақ та Алла сақтасын, кейде көріп жатамыз, оның қатарына кірмейді, бірақ та документті сондай қылып жасап алып, өзін соның қатарына кіргізіп қою, бұл арам болады. Арам болады, сен біреудің мал дүниесін жеп жатсың. Өйткені көрдік, мысалы дастарда да көрдік, бір квартираны біреу иеленген, қандай мақсатта?
ерлі зайыпты ажырасатын болса квартира береді екен. Олар не істеді? Өтірік документально ажырастық деп заң бойынша сөйтіп не істеді? Документін құрастырған, бірақ та екеуі кәдімгі бір-бірімен араласып жүр. Әлі некесі бұзылмаған. Бірақ мемлекетті алдап, заңнан айналып өтіп, квартира алып алған. Бұл нәрсе арам болады. Алдау бар және ақысыз бір нәрсеге қол жеткізу бар. Сондықтан да ол нәрсе болмайды. Манағындай мемлекеттің ақшасынан алу мәселесі де, ол деген мемлекеттің ақшасы емес, ол кімдікі? Халықтың ақшасы, халықтың жиналған ақшасы. Сондықтан да сен кімді алдап жатсың? Сондықтан да оның өзі арам болып есептеледі. Олай жасауға болмайды. Және де манағы жұмсауға қатысты мәселе, ол қатарына кірмейді. Кімдерді? Егерде қол астындағы қызметшілерді жұмсаған кезде, немесе әйеліңді жұмсайсың ба бір жерге, ол нәрсе манағының қатарына кірмейді, рұқсат етіледі. Немесе шәкіртке қатысты, егерде балиғатқа жеткен болса шәкірттің, оның рұқсатымен ғана болады. Қызметінге жұмсау, немесе манағындай шәкірт тәрбиелеген кезде де кейде не болады? Бір шара қолдану керек, бір наказание сияқты болады. Бірақ егер балиғатқа жетсе, оның рұқсаты болу керек. Ал егерде балиғатқа жетпеген болса, әкесінен мысалы ағасы бола ма, анасы бола ма саған алып келді ғой шәкіртке болсын деп. Сол кезде сол уәлилері, яғни опекун деп айтамыз ғой, әкесі ата-анасынан рұқсат керек. Оны манағындай не істейді? Мысалы наказание бересің ба, шара қолданасың ба, бір нәрсе жасатасың ба, не керек? Ата-анасының рұқсаты керек. Ата-анасы саған алып келді, мысалы не деді? Еті сенікі, сүйегі менікі деп берсе болды, уже рұқсат берді, өзің білесің. Тәрбиелеу мақсатында не істесең өзің білесің. Ал бірақ та да рұқсат бермесе, сенің ешқандай ақын болмайды, о жерде жасауға болмайды. Осы жерден тоқтайық, иншалла. Ары қарай келесі тақырыпты иншалла келесі дәрісте жалғастырамыз. Субханаллахи ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын.